Патриоттар сепаратизмге қарсы шыққаны үшін сотталды. Бас прокуратура депутаттың сауалына жауап берді. Естеріңізге сала кетсек, осыған дейін бірқатар депутат Петропавлдағы сепаратистік жағдайға байланысты былтыр сотталған Данат Намазбаев пен Марғұлан Боранбайдың ісін қайта сұраған еді. Ел намысын қорғаған патриоттар Данат Намазбаев пен Марғұлан Боранбай ұлтаралық алауыздықты қоздырғаны үшін 5 жылға сотталған болатын. Шын мәнінде олар әлеуметтік желідегі сепаратизмді нұсқап, соған қарсы шыққаны үшін сотталды. Үкімнің әділетсіздігі тіпті бір ғана жағдайды салыстырғанда да көрінеді. Неге бір мемлекет саясаттанушыларына тіпті ескерту де бермей, оларды орыс патриоттары деп есептейді. Ал біздің еліміз халықтың, мемлекеттің мүддесін қорғағандарды түрмеге отырғызады деген еді Ермұрат Бапи 5 сәуірде өткен мәжілістің жалпы отырысында. Бас прокурор Берік Асылов мәжіліс депутаты Ермұрат Бапидің сауалына жауап берді. Оның айтуынша, Алматы қаласы Алмалы аудандық сотының 2022 жылғы 14 наурыздағы заңды күшіне енген үкіммен Марғұлан Боранбаев 5 жыл 2 ай бас бостандығынан айыру, ұлттық алауыздықты қоздырғаны үшін қылмыстық кодексінің 174 бабы 2 бөлігі және Данат Намазбаев пен 5 жыл бас бостандығынан айыру, бір топта билікті күшпен басып алуға шақырғаны үшін қылмыстық кодексінің 179 бабы 2 бөлігі бойынша сотталған. Бұл іс бойынша сіздер депутаттар жаңадан ашылған мән-жай бойынша сот актілерін қайта қарау туралы мәселені көтеріп отырсыздар. Сондай-ақ жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қылмыстық іс жөнінде іс жүргізуді қайта бастау тәртібі мен негіздері қылмыстық процестік кодексінің 53 тарауымен реттеледі. Бұл іс жүргізу қылмыстық процестің бір сатысы және ол жерде үкім шығару кезінде сот білмеген мен мән-жайларды болу немесе болмауы туралы мәселе шешілді. КПК-ның 55 бабы 1 бөлігінің 4 тармақшасына сәйкес сот актілерін қайта қарау және жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша іс қозғау құқығы тек сотқа тиесілі деп жазылған жауапта. Осыған байланысты сотталғандар үкім шығару кезінде сотқа белгісіз болған мән-жайларды көрсетіп, олардың кінәсіздігін немесе онша ауыр емес қылмыстық құқық бұзушылықты жасағанын куәландыратын өтініш хатты сотқа не прокуратура органдарына дербес беруге құқылы екенін түсіндіреміз, дейді Берік Асылов.